Сәлем оқушылар, бүгін біз ары қарай ОТО-ның ақылы варианттарын жалғастырамыз. Бүгін математикалық сауаттылықтан 9-шы вариантты шығарамыз. Бірінші есепке бастап кетейік. Олжас үйінен саяхат автобекетіне бармақшы. Ол бірінші автобуспен немесе метромен барамын деді, иә. Енді қанша екеуін салыстырғанда метромен жүргенде автобусқа қарағанда қанша уақыт үнемдейтінін есептеуіміз керек. Біз просто мына жердегі сандарды, минуттарды қосып шықсақ болғаны. Автобуспен баратын болса, үйінен остановкаға дейінгі уақыт 5 минут екен. Ал көлікті күту уақыты 12 минут. Көліктің жүру уақыты 55 минут. Соңғы аялдамадан саяхат автобекетіне дейінгі жүру уақыты 5 минут. Демек, біздің жолымызға кететін барлық уақытты белгілеп қойыпты. Енді автобуспен десе, А деп жазып қояйық. Қанша уақыт жұмсайды екен? Соны табайық. 5 қосу 12 қосу 55 қосу 5 дейді. Демек, бізде қанша болады екен? 77 минут неге кетеді екен? Автобуспен жүрген кетеді екен. Енді метроны қарастырайық. Метро бізде 6 минут, 7 минут қосайық, иә. 6 минут, 7 минут, 40 минут, иә. Ары қарай 12 минут. Бұл жерде бізде 52, 59, 65 минут екен. Сонда айырмашылығы бар. Метромен ертерек жетеді, дұрыс па? Сонда қанша айырмашылығы екенін анықтау үшін метромен жүрсе, ол 12 минут не істейді екен? Үнемдейді екен. Өте оңай есеп. Ары қарай шығарамыз. Келесі, суретте үлкен квадраттың ішіндегі сары түспен боялған кіші шаршылардың ауданының қосындысы үлкен квадраттың ауданынан қаншаға кем екенін көрсетіңіз дейді. Бұл жерде аудан тап десе, ешқандай информация берілмеген, қанша сантиметр и так далее. Поэтому біз мынау квадраттың ішінде барлығы қанша квадрат екенін тауып аламыз. То есть полностью, маленький квадратиктер тұр ғой, осыны қанша екенін тауып аламыз. Оны табудың оңай жолы былай. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп түзудің бойынан есептеп аламыз. Значит, квадрат болса, мына жағында енінде тоже 6 болады ғой, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек, 6 деген квадрат болатын болса, бұл жерде бізде қанша квадратик болады екен? 36 квадратик екен барлығы, иә. Ал сары квадратиктер неше? Оны қолмен есептеп шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Значит, сары квадратиктер қанша шықты бізде? 14 квадратик болды. Енді сұрақ, қаншаға кем дейді? Сарылар барлығынан қаншаға кем? Значит, біз просто 36-тан 14-ті азайта саламыз. Бізде 22-ге кем деген жауап шығады екен. Сұрақтың мағынасын білсек болғаны. Ары қарай екінші есеп. Бірінші есептер негіз басында оңайырақ болады, өте редко кездеседі, что қиын болады. Ары қарай уже 5-ші сұрақтан бастап қиындай түседі. Сондықтан оқимыз 3-ші сұрақты. Мектеп асханасында сорпаның 4 түрі бар, то есть первый, 4 түрі бар. Бірінші тамақтың, қою тамақтың второйының 3 түрі бар, ал сусынның неше түрі бар? 5 түрі бар екен. Енді адамдар, оқушылар осылардың әрқайсысының бір-біреуден алатын болса, барлығы неше тәсілмен түскі ас ішуге болады дейді. Бұнда есептер өте жиі кездеседі. Дәл осы есеп кітап ретінде кездеседі. 3 математика кітабы бар, 4 орыс тілі кітабы бар, қанша кітапты бір-біреуден алсақ болады деп. Бұл кезде біз көбейту тәсілін қолданамыз. Бұл жерде біз көбейту тәсілін қолдансақ, 4 көбейту 3 көбейту 5 бізде қаншаға тең болады екен? 60-қа тең болады екен. Демек, оқушыларда 60 түрлі вариант болады екен. 4-ші сұраққа кеттік. Асанның 2 ағасы, 1 әпкесі, 1 інісі бар. Бұл есеп біздің алдыңғы вариантта болған болатын, сондықтан шығарамыз. Асан деген жігіт болады, оның 2 ағасы, то есть үйінде қанша бала-шаға болады? Асанның өзі, сосын 2 ағасы болады, 1 әпкесі болады, және 1 інісі болады. Демек, барлығы Асанның үйінде 5 бала. Енді әкесі біреудің үйіне, көршінің үйіне жұмсап жібереді, баласын. Сол көршінің үйіне жұмсаған баласы Асаннан үлкен болу ықтималдылығы дейді. Асаннан үлкен бізде қанша? 2 ағасы мен 1 әпкесі, демек 3, Бізде ықтималдылық нені сұрайды? Сұрап тұрған нәрсені барлық мүмкін жағдайға бөлуді сұрайды. Сұрап тұр бізден Асаннан үлкен болсын деп, ондай адам 3. Ал барлығы бізде 5.
5 бала шаға бар, иә. 3-ті 5-ке бөлеміз. Ол бізде 0,6 деген жауапты білдіреді екен. Балалар, егер қиналсаңдар, санды арифметикадан, иә, санды шығарудан, бөлуден, көбейтуден калькулятор қолданамыз. Бізде калькулятор бар. Міне, жанында калькулятор көрсетіліп қойған, иә. Ары қарай, мына жерден біз ұпайлардың модасын табуымыз керек екен. Мода дегеніміз, иә, в моде деп айтамыз ғой, өте жиі кездескен сан, тізбекте жиі кездесетін сан. Мына жерде қарасақ, бізде 139 неше рет кездескен екен? 1 рет, 2 рет, 3 рет және 4 рет кездескен екен. Ал қайталанатын сан тағы 138, ол 3 рет кездескен екен, иә. Бірақ жиірек кездесіліп тұрған бізде 139. Сондықтан біздің модамыз қаншаға тең болады екен? 139-ға тең болады екен. Ештеңе шығарудың қажеті жоқ, тек ең жиі кездескен санды тапсақ болғаны. Ары қарай, бұл бізде формула сияқты, иә, то есть жаңа формула ойлап тапқан. Осыны түсінбейтін оқушылар көп екен. Кәні жақсылап түсініп алайықшы. Міне бізде айтады, x пен y деген сандар болса, иә, екеуі екі түрлі болып тұр. Арасында 3 бір сынағы тұрса, біздің мақсатымыз, біздің шартымыз бірінші санның квадратына екінші санды әшейін өзін қосу. Сонда бізге беріп қойыпты 3 пен 2 деп, иә. Сонда 3-тің орнында бізде x тұр ғой, иә, міне. X-тің орнында 3 тұр, y-тің орнында 2 тұр. Демек, біз бірінші санды квадратқа алып, екінші санды просто қоссақ болды. То есть формулаға жүгінеміз. 3-тің квадраты бізде 9 болады, 9-ға 2-ні қоссақ, 11 деген сан шығады екен. 11 ответіміз С болады екен. Ары қарай, келесі. А, Б, А тең 77-ге дейді, А мен Б 0-ге тең болмау керек дейді. Осы жерде сәйкес келетін екі таңбалы ең кіші санды тап деген шартқа мән береміз. Балалар, А, Б деп үстінде сызық тұрса, бұл бүтін сан деген сөз. То есть, әшейін үстінде сызығы болмаса, ол А көбейту Б деген сөз. Ал үстінде сызығы болса, бұл екі таңбалы сан деген сөз. Демек, екі таңбалы санды біз қалай жіктеп жаза аламыз? Бірінші А ол 10-ға көбейтіледі, а потом Б бізде бірлік ол Б болып табылады, дұрыс па? Бірге көбейтіліп деп айтсақ та болады. Келесі БА десе, тоже самое, просто орындар ауысқан, бірақ бұл жерде ондық ретінде Б тұр, сондықтан Б-ны 10-ға көбейтеміз, ал бірлік ретінде А тұр, оны бірге көбейтеміз. Көбейтпесек те болады, себебі бұл бірлік. Енді теңдеуімізді біз не істейміз? Теңдеуімізді дәл осы шартпен ашамыз. Міне А-ның орнына не жазамын мен? А-ның орнына А көбейту 10 қосу Б-ны жазамын. Ал Б-ның орнына Б көбейту 10 қосу А-ны жазамын. Сонда тең 77 болады. Енді осы жерден А-лар мен Б-ларды жіктейміз. Бізде А10 және А болса 11 А деген шығады екен. Ал Б-ға 10 Б-ны қоссақ 11 Б деген шығады екен. Тең 77. Енді бұл жерде барлығы 11-ге қысқаратынын көріп тұрмыз. Демек, біз барлығын 11-ге бөліп тастаймыз. Сонда бізде А қосу Б тең 7 деген сан шығады. Сонда біздің жаңағы екі таңбалы санымыз АБ немесе БА еді ғой, соның цифрларының қосындысы 7 болсын деп тұр. Екі таңбалы санның цифрларының қосындысы 7 болсын деп тұр, Мысалы, 34 дегенді алсақ болады, 34 екі таңбалы сан. Егер біз 3-ке 4-ті қоссақ 7 болады деген сияқты. Бірақ біздің шартымыз екеуін қарама-қарсы, то есть қазір көрсетемін, кері жазған кезде қосындысы 77 болу керек. Сонда 7 деген мына жерде бізде 1-ге 4-ті қоссақ, бұл бізде 5, 7 болмайды. Демек, бұл сәйкес келмейді. 1-ге 3-ті қоссақ, бізде 4, демек, бұл 7 болмайды, сәйкес келмейді. Бізде 25 пен 16 сәйкес келіп тұр. Бізге ең кішісін таңда деген еді. Ең кішісі бізде 16 болады. Енді біздің теңдеуімізге қойып көрейік. 16 десе, мына жерде бізде 16. Ал БА дегеніміз, наоборот жаз деген сөз просто, 61. 16-ға 61-ді қоссақ, бізде 77 шығады екен. Демек, біздің жауабымыз 77 болады, балалар. Енді келесі. Суретте бірдей кішкентай кубтардан құралған фигура берілген. Фигура толық кубқа айналдыру үшін қанша кішкентай куб керек екен табыңыз дейді. Балалар, бұл жерде біз формуламен, суретпен қиналмаймыз. Ең оңай жолы бұлай. Мысалы, бұл жерде куб жоғалып кеткен, астында тұрған бірінші мына кубикті көріп тұрмыз. Біздің кубигіміз қанша этаж? 4 этаж. Дұрыс па? Мына жерде менің қазір қызылмен точка қойып тұрған жерімде бір этажда ғана кубик тұр. Енді ол 4 этажға толықтыру үшін қанша керек бізге? Бұл жерге бізге 3 керек.
мына жерге бізге 3 керек бүйтіп 3 деп жазып қояйын. Келесі ары қарай екінші этажға өтеміз. Ол жерде қанша кубик отсутствует, иә. Енді мына кубикке, бұл кубик екінші этажда тұр. Бізде барлығы 4 этаж. Сонда қанша этаж болмай тұр? 2. Значит, бізге 2 этаж кубик жетпей тұр. 2 деп жазамыз. Қасындағыларға тоже самое. Мынаған 2 керек, мынаған 2 керек. Сонда 2 қосу 2 болады. Келесі, 3-ші этажға көшеміз. Енді 4-ші этаждағы кубиктарды қарастырмаймыз ғой. 4-ші этажда уже толық деген сөз. 3-ші этажда бізде мына жерде бұл кубикқа қанша кубик жетпей тұр? 4-ші этажға толықтыру үшін 1 кубик жетпей тұр. 1 кубик, мына жерде мынаған 1 кубик, мынаған 1 кубик, мынаған 1, мынаған 1. Сонда сенде 5 кубик болып тұр, иә. Значит, 1 қосу, 5 рет қосып шыға салайық. Все, получается бізде осындай мән. Енді осыларды шығарамыз. Бізде 5, 11 и 14 деген жауап шығады екен. Сонда бізде барлығы 14 кубик болып шығады. Бізде барлығы 14 кубик керек екен, мынаны толықтыру үшін. Ең оңай тәсілі осы, балалар. Енді диаграммамен жұмыс жасаймыз. Жас Алаш білім беру орталығында барлығы 300 оқушы бар. Есепті оқыған кезде сразу сандарды фиксировать етіп аламыз. Олардың 84-і ғана биология пәнін таңдаған. Енді математика пәніне неше оқушы қатысатынын табыңыз дейді. Мына жерде диаграммада барлығы процентпен берілген екен. Биологияда ештеңе тұрған жоқ, значит біз оған 84 деп жазып қоямыз. Бізде биологияның қанша пайыз алып жатқанын тауып алайық. То есть дөңгелек деген 100% ғой, иә. 84 100%-ның қанша пайызын алып жатыр. Оны табу үшін не істейміз? Біз барлығын білеміз. 300 бізде қанша пайыз болады, балалар? 300 ол барлығы, значит 100% болады. Келесі 84 ол қанша пайыз болады? X пайыз болады. Енді осыны біз бабочкамен шығарамыз. 300 көбейту x тең 84 көбейту 100 болады. Сонда 300x тең болады 8400-ге. Енді осыны бөлсек жеткілікті. 8400-ді бөлеміз 300-ге. 0-дер қысқарады. 84 3-ге бөлсек қанша болады екен бізде? 28 болады екен. Демек x тең 28 пайыз. Бізде биология қанша пайызын алып жатыр екен, демек 28 пайызын алып жатыр екен. Енді осы жерден біз математиканы анықтай аламыз. Қалай дейсіңдер ғой, иә? Ол былай. Дөңгелектің барлығы 100%. Демек бізде тек математиканың пайызын білмей тұрмыз. Біз 100-ден берілген пайыздарды азайтып тастаймыз. Значит, 100-ден азайтамыз. Бізде қанша пайыз болып тұр мына жерде? 25, иә, физика, потом 15 химия, 20 география деп жазылып тұр, и 28-ді біз қазір ғана таптық. Сонда математикаға қанша пайыз қалып тұр? Есептейміз. 25 қосу 15 40, 40-қа 20 60, 60-қа 28 88. 100-ден 88 айтсақ 12 пайыз болады екен. Значит, математика бізде қанша пайыз болып тұр? 12 пайыз болып тұр. 12 пайыз ол барлығынан. Барлығы бізде 300 ғой. Енді сол 300-дің 12 пайызын қалай табамыз? 300-дің 12 пайызын, мен сендерге айттым, иә, калькуляторда ашасыңдар да 300 көбейту 12 пайыз деп жаза саласыңдар. Басқа жолмен шығарып қиналмаңдар. 300-ді 12 пайызға көбейтетін болсақ, бізде ровно 36 деген сан шығады екен. Демек, бізде математика қанша болады екен? 36 оқушы таңдаған екен. Ары қарай, соңғы есеп. Соңғы есепте не дейді бізге? Көріп алайық. Кесте берілген. Бұл жерде заңдылық. Барлығының қателесетін тақырыбы заңдылық. Заңдылықта ешқандай формула жоқ. Біз тек қана немен таба аламыз бұны? Тек қана опытпен таба аламыз. Көптеген есептер шығару керек, балалар. Бұл жерде А мен Б деген сан берілген екен. Міне А және Б сандары берілген. Енді осы сандарда біз қандай заңдылық тұрған анықтап алайық. Мысалы, қараңдар, 2 десе 1 шығады дейді. 3 десе 3 шығу керек дейді. 4 десе 16 шығу керек. 5 десе белгісіз қандай сан екен, қазір табамыз. Ал 6 десе қандай сан шығып тұр, соны анықта дейді. Енді менің ойыма келген бірінші идея, мен мына жерде 4-дің 16 деген кезде 4-дің квадраты 16 екен түсініп қойдым. Квадраттарды білсеңдер, есептің 50% шықты деген сөз. Квадрат кубтарды жаттаймыз. Сосын бұл квадрат болса, 3-тен 3 шығу үшін, значит 3-тің қанша дәрежесі? Ол 3-тің 1 дәрежесі, балалар.
Ал 2-ден 1 шығу үшін ол 2-нің қанша дәрежесі? 2-нің 0 дәрежесі балалар. Сонда мына жерде бізде 0 дәреже болып тұр, мына жерде бізде 1 дәреже болып тұр, мына жерде 2 дәреже, мына жерде бізде 3 дәреже болу керек, мына жерде 4 дәреже болу керек. 6-ның 4 дәрежесі бізде 1296 болады ма? Я, 1296. Демек, менің айтып отырған заңдылығым дұрыс. 5-тің 3 дәрежесін мына жерде тапсақ болғаны. 5-тің 3 дәрежесі дегеніміз 5 көбейту 5 көбейту 5. Ол дегеніміз 125 шығады екен. 125 бізде А варианты болады екен. Болды балалар, біз аяқтадық. Барлық вариантқа байқасаңдар 15 минут жеткілікті, я, түсіндіріп отырғанның өзімен, я. Сондықтан келесі вариант бізде 10-шы вариантты келесі видеодан қарасаңдар болады. Сау болыңдар.